Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге нағыз үй мантысының ең дәмді, ең қарапайым рецептісін көрсетемін. Мұндай мантыны бір рет жасап көрсеңіз, басқасын ұмытасыз. Ауыздан кетпейтін нағыз үй мантысының рецептісі. Мұндай мантыны жесеңіз, басқа рецепт қажет болмайды. Қамыры жұмсақ, еті шырынды, ең бастысы бәрі оңай. Кеттік бірге істейік. Ең алдымен қамырды дайындаймыз. Ол үшін бізге керек 450 грамм ұн, 200 мл үй температурасында су, 1 жұмыртқа және тұз. Ыдысымызға суды құйып, үстіне тұз салып, екеуін жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Енді жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 3 рет бөліп салып, қамырды жақсылап илейміз. Ол бізде қолға жабыспайтындай болу керек. Қамыр дайын. Енді оны 15-20 минутқа демалуға қалдырамыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Пиязды ұсақтап турап, оны ыдысқа саламыз. Келесі тыквамызды да ұсақтап турап, оны ыдысымызға саламыз. Видеодағыдай турап шығамыз. Ет тартқыштан өткізілген етімізді саламыз және де тұз, бұрыш, сүйікті дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Міне, біздің салмамыз дайын болды. Ыдысымызға суды құйып, газда қайната береміз. Қамыр демалды. Енді дөңгелек етіп жаямыз. Қамырды енді бөліктерге бөліп, ортасына салмадан салып, әдемілеп түйеміз. Негізі бастысы жақсылап түйу. Сонда еттің шырыны іште қалады.
Енді мантыны буға пісіреміз. Мантыны арақашықтықпен мантоваркаға салып шығамыз. Біздің суымыз қайнады. Енді 40-45 минуттай буға пісіреміз. Міне біздің манты дайын. Қамыры жұмсақ, еті шырынды. Бұл нағыз үйдің дәмі. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып кетіңіз. Пікір де жазыңыз. Сіз мантыны қалай жасайсыз? Келесі видеода мүмкін сіздің нұсқаңызды жасап көремін. Ас болсын.